Бәріне сәлем достар. Бүгінгі видеода жамбас белдеуінің бұлшықеттерін талдаймыз. Олар ішкі топ бұлшықеттер 6 бұлшықеттен және сыртқы топ бұлшықеттері 8 бұлшықеттен тұрады. Ішкі топ бұлшықеттері мускулус псоос майор. Жоғарғы жақтан 12-ші кеуде және 4 бел омыртқаларының бүйір қапталдарынан және сол омыртқалардың омыртқа аралық дискілерінен басталады 5 аяқшы арқылы және төмен қарай бағытталады. Сонымен қатар мускулус илиакус мықын сүйегімен төменгі жақта бірігіп, мускулус илиапсоосты мықын бел бұлшықетін құрап, ортан жіліктің кіші ұршығы трахантерика минорға барып бекиді. Мускулус илиакус мықын бұлшық еті фосса илиакадан басталады да төмен қарай бағытталып, жаңағы мускулус псоос майормен бірігеді. Келесі бұлшық ет мускулус псоос минор. Ол бізде белдің кіші бұлшық еті өте өзгермелі, кейде болмауы да мүмкін. Белдің үлкен бұлшық етінің үстінде жатады және өзінің сіңіршесі арқылы аркус илиопектинеуске барып бекиді. Келесі бұлшық етіміз ол бізде мускулус обтураториус интернус деп аталатын жалпақ желпуіш тәрізді болып келген бұлшық ет. Бұл бұлшық ет бізде ішкі жапқыш жарғағы мембрана обтураториумнан басталады, жалпақтау келген және ол бізде жамбас қуысынан кіші шонданайлық тесік форамен исиадикум минус, мына жерден минус арқылы өтеді де өзінің сіңіршесімен фосса трахантерика, яғни ортан жіліктің ұршық ойысына барып бекитін болады. Бұл бұлшық ет ортан жілікті сыртқа бұруға көмектеседі. Келесі бұлшық ет ол бізде мускулус пириформис деп аталады. Мускулус пириформис алмұрт тәрізді бұлшық ет деп атаймыз. Бұл бұлшық ет талшықтары бізде 8 көздің екінші және төртінші 8 көз омыртқаларының аралық тесігінің латералды беттерінен басталады да жинақталып, жамбас сүйегінің үлкен шонданайлық тесігі арқылы жамбас қуысынан сыртқа шығып, үлкен ұршық трахантер майорға барып бекиді. Бұл бұлшық еттің қызметі ортан жілікті сыртқа қарай бұру қызметін атқарады. Келесі бізде жамбас белдеуінің сыртқы топ бұлшық еттері. Олардың біріншісі мускулус глютеус максимус деп аталады. Ол бұлшық ет бізде бөкселік үлкен бұлшық ет деп аталады. Және пішіні ромб тәрізді болып келген өте мықты бұлшық еттер болып табылады және талшықтары ірі болып келеді. Өзінің бастауын мықын сүйегінің сыртқы бетіндегі артқы бөкселік сызықша линия глютея постериордан және 8 көз бен құйымшақтың бүйір қапталдарынан, сонымен қатар 8 көз бұдырлық байлам лигаментум сакротубуляриден басталады. Қиғаш бағытта төмен қарай бағытталады. Жоғарғы талшықтары трактус илиотибиалиске ұласады, ал төменгі талшықтары болса ортан жіліктің шонданайлық бұдыры тубероситис глютея барып бекиді. Жамбас буынын жазып, аяқты аздап артқа қарай бұрады. Сонымен қатар тік тұрған жағдайда жамбас пен аяқты бір-біріне жақындатып тұру қызметін атқарады. Келесі бұлшық ет ол бізде ортаңғы бөксе бұлшық еті мускулус глютеус медиус деп аталады. Бұл бұлшық ет талшықтары өздеріңіз көргендей желпуіш тәрізді болып келген және алдыңғы бөкселік сызықша линия глютея антериордан басталады және төмен қарай бағытталады да ортан жіліктің үлкен ұршығына барып бекиді. Бұл бұлшық еттің қызметі жиырылған кезде ортан жілікті ішке қарай бұрып, ал иіліп тұрған кезде тік ұстап тұруға көмектеседі. Келесі бұлшық ет кіші бөкселік бұлшық ет мускулус глютеус минимус деп аталады. Бұл бұлшық ет бізде мықын сүйегінің алдыңғы бөкселік сызықшасы мен төменгі бөкселік сызықшаның аралығында басталады
және төмен қарай бағытталып, ортан жүректің үлкен ұршығының алдыңғы бетіне барып бекиді, трахантер майерге барып бекиді. Ортаңғы бөкселік бұлшықеттің қызметіне ұқсас болып келеді және аяқты алшақтатып, иіліп тұрған денені тік ұстауға көмектесетін бұлшықет болып табылады. Келесі бұлшықет егіз бұлшықеттер деп аталады. Жоғарғы және де төменгі егіз бұлшықеттер. Musculus gemellus superior et inferior. Жоғарғы егіз бұлшықет, Musculus gemellus inferior, шонданай сүйегінің бұдыры тубер исхиадикумнан басталады да, ортан жіліктің ұршық ойысы фосса трахантерикаға барып бекиді. Санды сыртқа қарай бұру қызметін атқарады. Келесі санның шаршы бұлшықеті Musculus quadratus femoris деп аталады. Сыртқы пішіні шаршыға ұқсас болып келген және бұлшықет талшықтары бөксенің үлкен бұлшықетінің астының қапталында орналасады және шонданай сүйегінің бұдырының латеральды бөлігінен басталып, қиғаш бағытта жүреді, криста интертрахантерикаға, яғни ұшық аралық қырқаға барып бекиді. Санды сыртқа қарай бұру қызметін атқарады. Келесі бұлшықеттер жоғарғы және төменгі егіз бұлшықеттер Musculus gemellus superior et inferior. Жоғарғы егіз бұлшықет талшықтары бізде шонданай сүйегінің қылқаны спина исхиадикадан басталады да, латеральды бағытта жүріп, фосса трахантерикаға барып бекиді. Санды сыртқа бұру қызметін атқарады. Төменгі егіз бұлшықет Musculus gemellus inferior, ол өзінің бастауын шонданай сүйегінің бұдырынан басталады, яғни тубер исхиадикумнен басталады да, ұршық ойысы фосса трахантерикаға барып бекиді. Екеуінің қызметі санды сыртқа қарай бұру қызметін атқарады. Келесі бұлшықет бізде сыртқы жапқыш бұлшықет Musculus obturatorius externus. Бұл жерде көрінбейді, бірақ ішкі жапқыш бұлшықет көрініп тұр. Мұнда жапқыш мембрананың ішкі бетінен Musculus obturatorius internus шығатын болса, осы жапқыш мембрананың сыртқы бетінен сыртқы жапқыш бұлшықет басталып, бізде фосса трахантерикаға барып бекиді. Сыртқы жапқыш бұлшықеттің қызметі санды сыртқа қарай бұру қызметін атқарады. Келесі бұлшықет, ол бізде санның жалпақ шандырын керуші Musculus tensor fasciae lata деп аталатын бұлшықет. Бұл бұлшықет жамбастың латеральды қапталында орналасқан, жалпақ және ұзынша келген өзінің сіңіріне жалғасады. Бұл бұлшықет талшықтары мұқын сүйегінің алдыңғы төменгі қылқаны спина iliaca inferiorдан басталады, вертикальды бағытта жүріп, өзінің шандыры тубер илиотибиалиске жалғасады және барып тубероситис тибия, яғни асықты жіліктің бұдырына барып бекиді. Бұл бұлшықет санның жалпақ фасциялық шандырын керіп, ию қызметін атқарады.